Қайырлы күн балалар. Біз сіздермен өткен сабақта шаруашылықта орналасудың факторлары туралы айттық. Және дәстүрлі факторларды алдыңғы сабақта талдаған болатынбыз. Бүгін біз сіздермен заманауи факторларды жіктейтін боламыз. Өткен сабақты есімізге түсіріп өтейік. Дәстүрлі факторларға біз аумақтық фактор, көлік факторы, еңбек ресурсы факторы және тұтынушы факторды қарастырған болатынбыз. Ал заманауи факторларды біз былай деп бөлдік. Яғни ол ғылымға негізделу, білім немесе ғылым деп айттық, негізделу. Және екінші заманауи фактор ол экологиялық фактор. Яғни шаруашылықты орналастыруға ғылым мен экологиялық фактордың әсері туралы қарастырамыз. Бірінші ғылымды айтайық. Жалпы өндірісті орналастырудың аса маңызды факторлардың бірі болып табылады ғылыми негіздеу. Және ғылыми негіздеу жаңа салалар мен ғылым орталықтары болып салынатын ірі қалалардағы немесе мамандандырылған ғылыми қалаларда орналастыру болып табылады. Мұнда белгілі бір тізбек жұмыс жасайды, яғни ол ғылыми зерттеу, ғылымға негізделгенге дейінгі өнімді сатуға дейінгі бүкіл технологиялық тізбек жүзеге асады екен. Жалпы ғылыми техникалық революция дамуының жаңа кезеңінде басқару ісінде жаңа талаптар қойылды. Ал жаңа талаптар, яғни бұған біз кибернетика ғылымын айтсақ болады. Кибернетика бұл қандай ғылым екен? Әр түрлі жүйелерде ақпаратты басқару мен беру үдерістерінің жалпы заңдылықтары туралы ғылымды біз кибернетика ғылымы дейміз. Ал кибернетика деген терминді 1830 жылы француз физигі Ампер енгізген екен. Және оның айтуы бойынша азаматтарды алуан түрлі игіліктермен қамтамасыз ететін мемлекеттік басқару туралы ғылымды кибернетика дейміз деп Ампер анықтама беретін болса, 1948 жылы американдық ғалым Норберт Винер және бұл кісіні кибернетика ғылымының негізін салушы деп айтады. Ал негізгі қағидаттарын кибернетиканың Норберт Винер тұжырымдаған екен. Жалпы кибернетика экономиканы реттеу және басқару үдерістері жүретін күрделі жүйе. Яғни экономиканы басқаруды жетілдіру міндеттерін атқарады екен. Және кибернетиканың бірнеше функциясы бар екен. Олар біріншіден жоспарлау, болжам жасау, екіншіден, үшінші шешім қабылдау, төртінші жұмысты ұйымдастыру, бесінші үйлестіру және соңғы жұмысты реттеу болып табылады екен. Бұл кибернетика ғылымының негізгі функциялары деп айтсақ болады. Яғни жалпы ғылымға негізделген, қазіргі шаруашылық өндірістерінің барлығы бұл саланы, бұл факторды өте қажет етеді деп айтсақ болады. Келесі экологиялық фактор. Жалпы ғылыми техникалық революция заманда айрықша маңызға ие барлық өнеркәсіп салаларын орналастырудағы негізгі факторлардың бірі деп айтсақ болады. Экологиялық фактор өнеркәсіп кәсіпорындарын орналастыруды оңтайландыру, аз қалдықты, қалдықсыз технология тазарту құрылғыны енгізу арқылы жалпы ластауды азайтуға ықпал ететін фактор. Яғни олай болатын болса, ол шаруашылықтың кез келген саласында негізгі рөлді атқарады екен. Ал енді жалпы экологиялық фактор жүзеге асу үшін экологиялық саясат жүзеге асу керек. Ал экологиялық саясат дегеніміз не? Мемлекетті табиғат қорғау заңнамасы мен оған негізделген мақсатты әрекеттер жиынтығын біз экологиялық саясат деп айтамыз. Бұл міндетті түрде осы экологиялық факторды жүзеге асыратын саясат болып табылады екен. Жалпы
шаруашылық құрылымының түбегейлі өзгеруі, шикізатты көп қажет ететін салалардың қысқаруы, өндірістің жаңа сипатқа көшуі, қызмет көрсету саласы үдерістерінің үлесінің артуы, үлесінің күрт артуына жағдай жасады экологиялық фактор. Мысалы, батыс европалық елдер қара металлургия саласын деп айтсақ болады, олар шикізаттың бәрін сырттан алып келді. Ал жаңағы қара металлургия, өндіруші өнеркәсіптің барлығы көбінше дамушы елдерге қарай ығысты деп айтсақ болады. Және көптеген, мысалы қара металлургиялық саланы айтатын болсақ, көптеген қара металлургиялық кәсіпорындардың орталықтары шикізат пен отын көзіне қарай және теңіз жағалауына қарай ығысты деп айтуға болады. Жалпы өнеркәсіпті жоғары урбандалған аудандардағы қоршаған ортаның жағдайы өндіріс пен халықты одан әрі шоғырлауға шектеу жасау дейді. Яғни белгілі бір аймақта шаруашылық саласын орнатқан кезде ол жерде халық санының да шектеулі болуы, жалпы қоршаған ортаға әсерін бірінші сараптап алып, одан кейін сол шаруашылықты орналастыруға рұқсат берілу керек. Немесе экологиялық саясат жүзеге асу керек деп ойлаймын. Сонда табиғи қоршаған орта қалыпты жүйеден көп ауытқымайды деген сөз. Міне, бұл жалпы шаруашылықты орналастырудағы екі заманауи фактор. Олар ғылымға негізделу және экологиялық фактор болып табылады. Бүгінгі өтетін сабағымыз осы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.